Адамның қандай құқықтары бар, және олар қалай қалыптасады? Адамдардың қажеттіліктеріне сәйкес келу үшін қоғам құрылымы қандай болу керек? Міне осы сұрақтар ұлы француз революциясы кезінде бүтін елдің алдында туындады. 18 ғасырдың соңында Еуропа елеулі өзгерістерден өтті. Бұл кезең ағарту дәуірі деп аталады. Зиялы қауым дін үстемдігінің орнына парасат пен еркіндік үстемдігін жариялады. Орта таптың көтерілуі мен жаппай кітап басу саяси сана сезімнің өсуіне әкелді. Дәл сол кезде Америка революция нәтижесінде тәуелсіз республикаға айналды. Алайда Еуропаның ең ірі және ең бай мемлекеті Франция әлі де бұрынғы феодалдық дәстүрлермен тіршілік етті. Патша 16 Людовиктің билігі шексіз болды. Ол бірінші және екінші этапқа дінбасылар мен ақсүйектерге ерекше артықшылықтар берді. Ал саудагерлер мен қолөнершілерден және 20 миллионға жуық шаруалардан тұрған үшінші таптың жағдайы өте ауыр болды. Салықты үшінші тап қана төледі, және ол тек патшаға емес, басқа екі таптың қалталарына да төленетін. Егін шықпай қалған жылдары салықтан кейін шаруаларда жиі ештеңе қалмайтын. Алайда дәл сол кезде патша мен ақсүйектердің өмірі той думанмен өтіп жатты. Америкадағы революцияға көмектесіп, Англиямен ұзақ соғыс жүргізгеннен кейін Франция белшесінен қарызға батты. Людовик қаржы министрі орнына тағайындаған Жак Неккер салық реформаларын жүргізіп, халықтың қолдауына ие болады. Алайда бұл бастамалар патша уәзірлеріне ұнамайды. Патша не істерін білмей, 175 жыл жиналмаған үш тап өкілдерін жиналысын бас штаттарды құрылтайға шақырады. Үшінші таптың құрамына халықтың 98% кіргенімен, олардың дауыс саны басқа екі таптың дауыс санымен бірдей болды. Ал ақсүйектер мен дінбасылары өздерінің байлықтарын сақтауды ғана көздеді. Әділетсіздіктен көңілі қалған үшінші тап бөлініп, өзінің ұлттық жиналысын жариялады. Олар қалған екі тап келіссе де, келіспесе де жаңа конституция қабылдауды жөн көрді. Людовик ақсүйектерге ұлттық жиналыс депутаттарымен кездесуді бұйырды. Бірақ сонымен қатар, халық сүйген қаржы министрі Неккерді қызметінен босатты. Оған жауап ретінде, Париждің мыңдаған наразы тұрғындары әскермен бірігіп, патша билігінің символы және қару қоймасы болған Бастилия қамалын алды. Көтеріліс бүкіл елге тарап, феодализмнің құлауына әкелді. Ұлттық ассамблея қабылдаған адам және азамат құқықтары туралы декларацияда мүлдем жаңа идея болды. Барлық адамдар тумысынан азат және құқықтары тең болып дүниеге келеді. Дәрежесін жоғалтқан ақсүйектер шетелге қашып, сол жақтың билеушілерін Францияға шауып, көтерілісті тоқтатуды сұрайды. Людовик конституциялық монарх болып қалғанымен, ертеңгі күн үшін қатты қобалжыды. 1791 жылы ол елден қашпақ болған жерінде ұсталынған болатын. Оның әулеті тұтқындалып, өзіне сатқын деген айып тағылып, түрмеге қамалынған. Сот үкімінен кейін кезінде қадірлі болған патшаның басы кесілді. Осылайша, елдегі 1000 жылдық монархия аяқталып, бірінші француз республикасы жария етілді. Республиканың ұраны бостандық, теңдік, бауырлық болды. Біраздан кейін ысырапқорлық үшін мадам дефицит деп атанған патшайым Мария Антуанетта өлім жазасына кесілді. Бірақ революция бұнымен аяқталған жоқ. Оның жетекшілері жай ғана саяси төңкеріспен қанағаттанбай, француз қоғамын, дінін, көше атауларын және тіпті күнтізбені де өзгертуге ұмтылды. Міне сол кезде Максимилиан Робеспьер бастаған якобиндер террор дәуірін бастады. Оның барысында кез келген келіспеушілік басылып, 20 мыңнан астам адам өлім жазасына кесілді. Революцияның тарауына жол бермеу үшін көрші елдер Франциямен соғыс бастайды. Осы аласапыран уақытта Наполеон Бонапарт атты генералдың атағы шықты. Кейін ол билікті өз қолына алып, Франция императоры атағын алды. Революция кезінде елде 3 рет конституция, 5 рет үкімет ауысты.
Ондаған жылдың ішінде монархистер мен революционерлер елдегі билік үшін күресті тоқтатпай жүргізеді. Бұл күрес тек 1871 жылы Екінші республика жариялағанда аяқталады. Қазір ұлы француз революциясын еске түсіріп, біз әлі де өзекті мәселелерге тап боламыз.